Бүгін 1/3 тақырып екі санның проценттік қатынасын табуға есептер шығаратын боламыз. Ол бізде оқулықтың 24 бетінде. Алдымен мысалдан бастайық. Мысалға 5 саны 20 санының неше процентін құрайды деген сөз. 20-ның неше проценті деген сөз. Яғни 5 санының 20-ға проценттік қатынасын тапқалы жатырмыз. Онда 5-ті біз бөлеміз 20-ға, көбейтеміз 100%-ға. Осы жерде көбейту амал болғандықтан қысқартулар жүреді. Мұнда 4 қалады. 4 пен 100-ді қысқартып тастауға болады. 25. Сонда 5 санының 20-ға проценттік қатынасы ол 25% екен. 20-ның 25% 5 деген сөз. Екінші есепті қарастырайық. Кітапта айтады, 250 грамм қант қызылшасы одан 45 грамм қант алынады. Енді айтады, осы қанттың қант қызылшасына проценттік қатынасын табыңыз дейді. Онда оны табу үшін біз 45 бөлеміз 250 граммға, көбейтеміз 100%-ға. Кіші бірлікті үлкен бірлікке бөлдік, 100-ге көбейтіп жатырмыз. Содан кейін мына жерде қысқартулар жүруге болады. Алдымен нөлдерді қысқартып тастайық. Ары қарай сандарды қысқарта аламыз. 25 пен 45-ке қысқарсақ, мұнда 5, 9 қалады. 5 пен 10-ды қысқартайық, 1, мұнда 2 қалады. Содан кейін қалғанын көбейтеміз. 2-ге 9-ды көбейтсек 18. Яғни қанттың қант қызылшасына проценттік қатынасы 18% деген сөз. Жаңағы 120 жүгері тұқымы отырғызылған, оның 90-ы өніп шықты дейді. Енді бізге бұл есепті айтады. Жүгері тұқымының өнімділігін тап дейді. Өнімділікке байланысты болса да, ол проценттік қатынасын табу деген сөз. Яғни өнген тұқым саны 90, жалпы отырғызылған тұқым саны 120, екеуін бөлеміз де 100%-ға көбейтеміз. Содан кейін ары қарай көбейту амалдарын орындайтын боламыз. 2-3-ке қысқарады 4, мұнда 3 қалады. Кейін 100 бен 4 қысқарып 25 қалады. Содан кейін қысқартуларды орындаймыз. 25-ке 3-ті көбейтсек 75%. Яғни жүгері тұқымының өнімділігі ол 75% екен. Келесі есеп, жаңағы спиртті ерітінділерге байланысты есептері бар. 700 грамм йодты спирт дейді. Оның құрамында йод 119 грамм. Бізге сұрап тұр, йодтың концентрациясын тап дейді. Осы йодты спирттің құрамындағы, ерітіндінің құрамындағы. Онда не істейміз? Алдымен йодтың массасын бөлеміз жалпы ерітіндінің массасына. Көбейтіп береміз 100%-ға. Содан кейін қысқартамыз. Мына жерде оңай болу үшін нөлдерді қысқартып жіберуге болады. Ары қарай 7 мен 119 қысқартсақ, мұнда 1, 17. Сонда бізде йодтың концентрациясы осы спиртті йодтағы ол 17%. Бұл не деген сөз? Яғни бір йод қосылған спирт ерітіндісінің 17% йод, қалған 83% спирттен тұрады деген сөз. Міне осылай проценттік қатынасқа табу тақырыбына 4 түрлі есептер қарастырдық.